6 бөлім. Қашып қақпаға бағыт алған қыз алдынан шыққан ағасын байқамай қалды. Құшағына енген қарындасы солқылдап жылап жіберді. Ағасының белінен қысып ұстап алыпты. Не болды деген сұрағына да жауап бере алмады. Қайнар қарындасын құшақтап апасына оқты көзін қадап біраз тұрды. Апасы мына көзқарастан сескеніп қалса керек, қолындағы көк шыбығын шетке лақтырып жіберді де үнсіз үйге қарай жүрді. Нази не бүлдірді? Онысын өзінен сұра. Не болды, Нази? Неге сені ұрды? Осылай күнде таяқ жеп жүрсің бе? Айтсаңшы, Нази. Сүт пісірем деп отқа қойып едім, ұмытып кетіппін. Балқып кетіпті. Үйімді өртемекшісің деп ұрысты. Ыдысымды бүлдірдің, енді оны кім төлейді? Көрде жатқан шешең әкеп беріп кете ме деп ұрды деп өксігін баса алмаған Нази ағасына алғаш рет мұңын шақты. Қатта шуланған Қайнар анасын айтқанда өз-өзін әрең ұстады. Жылама, Нази, болды. Құтыламыз бұл үйден де. Саған қуанышты жаңалығым бар. Мен ең жоғары балл жинадым тесттен. Енді оқуға қалаға кетем. Бірге кетеміз. Сені жалғыз бұл жерде қалдырмаймын. Нағашы әпкемізбен хабарласқанмын өткенде. Егер оқуға түсіп жатсам, Назиді де алып барамын. Сол жақтан мектеп қарастырып көрміші дедім. Қалаға бірге кетеміз деп қарындасының шашынан сипап көзінің жасын сүртті. Үйге кіріп үнсіз киімін ауыстырды да асханаға өтіп Назидің бүлдірген ыдысын қарады. Кішкентай ғана алюминий ыдыс екен. Бір жақ ұстайтын құлағы қисайып қалыпты. Апасы әрине ыдысқа іші ашыған жоқ. Атам заманнан қалған ыдысты қолданып та жарытпайтын. Ол көршісінен Қайнардың ең жоғары балл жинағанын естіп іші өртеніп кімге тиісерін білмей ісініп үйіне кіргенде көрген жағдайы. Бар ашуын Назиден алып, сол бір ескі ыдысты сылтауратып сабап жатқан болатын. Сыртқа шығып біраз малдардың орнын тазалап, қора-қопсыны реттеп Қайнар ауыл шетінде ыдыс аяқ сататын дүкенге беттеді. Дәл сондай болмаса да, жаңа үлгідегі кастрюль сатып алды да үйіне қайтты. Іштей ойланып келеді. Атам бейшара баяғыдай емес, қауқарсыз. Не балаларына, не апама сөз өтпейді. Егістіктің басында су суғарып, жер жыртып, егін егіп өмірі өтіп жатыр. Ал оның рахатын қаладағы және үйде жатқан бала шағасы мен әйелі көруде. Не өмір бұл? 7 бөлім. Үйіне жақындағанда кеште болып, мал өрістен қайтып жатыр екен. Егістіктен келе жатқан атасы жолай малды алдына салып айдап келеді. Дереу қақпаны ашып, қораны дайындап атасына көмекке кетті. Сырттағы тірлікті бірге атқарып үстін қағып сілкіп екеуі үйіне кірді. Атасы ерекше көңілді. Қайнардың жоғары балл жинағанына көкірегінде мақтаныш кернеп қуанып жүр. Әрине онысын үйдегілерге білдірмеді. Себебі қуанышын бөлісетін адамның өзі де жоқ қой үйде. Кілең тырысып қабақтарынан қар жауып жүреді бәрі. Сәл күннен соң атасы Қайнарды ақ батасын беріп қалаға шығарып салды. Жылап тұрған Назиді жұбатып, ағасы жақында келіп алып кететінін сыбырлап айтты да көлікке отырып бір топ сыныптастарымен қалаға жүріп кетті. Әрине оқуға мемлекеттік грантпен қабылданды. Жатақханаға да жайғасты. Әзірге Назиді нағашы әпкесінің қолына бермекші. Әр сенбі жексенбі күндері барып тұрады. Оқуға үйреніп, жайласқан соң жұмыс жасап қосымша ақша тауып, пәтерге шығам деп шешті. Назиді де сол кезде қолына алмақшы. Оқу жылының бірінші жарты жылдығын тәмамдап Қайнар ауылға жол жүрді. Бар ойы тек қарындасын қуанту. Басқа еш нәрсе ойлап отырған жоқ. Жүйткіген көлікті тіпті байқамайды да отыр. Асығыс ауылға тезірек жетсем екен дейді. Шәкірт ақысынан біраз жинап үйге базарлықталды. Жақсылы жаман кезінде кішкентайымызда апам да қарайласты ғой деп ол кісіге шашақты орамал алды. Атасына ұялы телефон, қарындасына әдемі көйлек. Үйге тәттілер. Қақаған қыстың боранды күнінде жүйткіген көлік жасыл қақпаның алдына келіп тоқтады. Көліктен түскен Қайнар есік алдында қолына отын ұстаған қарындасын көрді. Ағасына құстай ұшқан Нази көзінен жасы қалай шығып кеткенін өзі де байқамай қалды. Екеуі құшақтасқан күйі үйге кірді. Үй іші Қайнарды күтпесе керек, жай барақат отыр екен. Ызылдап жанған пешке арқасын сүйіп апасы отыр. Төрде төсегінде атасы қисайып кітап оқып жатыр. Сол баяғы жалқау ұлы мен тұрмысқа шықпаған қызы үйде, өз бөлмелерінде ұйықтап жатыр.
Қайнарды көріп атасы мен апасы орындарынан тұрды. Аққұба реңді, әдемі жігіт қалаға барып тіпті ажарланып кетіпті. Олар сымбатты келіскен, соңғы үлгіде киінген жігітті көрді. 8 бөлім. Үйдегілермен қол алысып, құшақтасып амандасып, амандық сұрасқан соң апасы Назиге шай дайындауды бұйырды. Басын қасып бөлмесінен ұлы да, қызы да шықты. Абыр-дабырдан ұйықтай алмадық дегенді қабақтары айтып тұр. Үй іші тегіс жағдай сұрасып, шай ішіліп болған соң Қайнар тысқа шықты. Көшедегі көрген кісілермен амандасып өтіп, сыныптасының үйіне жол тартты. Ол да қаладан келгені жаңа болатын. Нази үйді жинастырып, апасының бұйрығымен ас дайындауға кірісті. Бүгін қаладан Қайнаржан келіпті. Ет салайық қазанға деді, атасы елжіреп. Неменеге емешегің езіліп отыр? Құданбай еді қазанға ет салатын, деді кемпірі алара бір қарап. Енді оқудан келді бала. Қай бір жартып тамақ жеп жүр дейсің қалада. Тойып ет жесін дегенім ғой деп міңгірледі шалы. Қалада жүрсе не бопты, менің қойымды бағып келіпті ме? Осымен әңгіме шорт кесілді. Үнсіз қалған атасы тысқа шығып кетті. Нази не істерін білмей бір орында тұрып қалды. Не істеп тұрсың мөлейіп? Кәртішке қуыр қызартып. Балам жақсы көреді. Майда аз құй деді діңк етіп. Нази қара қазанға қарай бет бұрды. Осылайша Қайнардың қысқы демалысы аяқталып қалаға жолға шықты. Бар ойы қарындасында. 2-7 ауылда болған ағасы қарындасының күйін көріп күңіреніп кетті. Қалайда қалаға алып кетуім керек деп ой түйді. Қалаға бара салысымен нағашы әпкесінің үйіне барып, осы жайттың шешімін таппақшы. Және бұл ойы да іске аса кетті. Бірден келіскен нағашы әпкесі Қайнардың жүрегіне қуаныш ұялатты. Бірақ бұл мәселе келесі ой жылында ғана іске асатынын жеткізді. Бұйырса жазға дейін шыдаса қарындасын алып келеді. Сосын ауылға мүлде бармаймын деп ойлады іштей. Қанша қатыгез болайын десе де, қанындағы мейірімі жіберер емес. Атасын қимайды. Оның үстіне атанасы да ауылда жер астында жатыр. Неше түрлі ойлар ағылып келіп жатыр. Солай жатып көзі ілініп кетіпті. Түсінде әппақ жүзді анасы мен әкесінің қол ұстасып бара жатқанын көрді. Айқайлап шақырайын десе тамағы бейне бір бітеліп қалғандай. Дауысы шығар емес. Анасының қолында жүрбекке оралған шарана бар. Сәбиден көзін алмай атанасы кетіп барады. Бара-бара алыстап Қайнар олардан көз жазып қалыпты. Орнынан атып тұрды. Денесін зіл басқандай тершіп тұр. 9 бөлім. Түсінде атанасын көріп сағынышын басқандай болды. Тұра салып атасына қоңырау шалды. Қарындасымен сөйлескісі келді. Сөйлесіп мауқын басып келесі оқу жылында қалада оқитынын жеткізді. Бірақ ешкімге айтпауын қатаң ескертті. Асыға күткен мамыр айы да келіп жетті. Оқуды тәмамдап, Нази мектепте бұл сыныпты да үздік аяқтады. Ағасының келуін асыға күткен қыз ұстазына ендігі оқу жылында қалаға кететінін айтып құжаттарын сұрады. Аңтарлы қарап қалған ұстазы, рас па дегендей көзін дөңгелетіп, таңырқай қарап тұр. Иә, ағам солай деді. Қалада менің жанымда боласың, нағашы әпкемнің үйінде жатып оқисың деді деп күлімсіреді Назира. Өкінішті. Сондай білімді шәкіртімнің мені сыныбын тастап бара жатқаны деді апайы көңілсіз. Бірақ іштей кететініне де қуанатын сияқты мақалай өзі. Өз-өзіне түсінбей тұр. Себебі ұсташы Назидің өмірінен жіті хабары бар болатын. Мүмкін, қалаға кетсе ағасының жанында болса көңілі тоқ жүрер ме еді. Ашы өмірдің қиындығынан құтылар ма еді, кім білсін деген ойлар келіп, Назидің басынан сипады. Нази қуана үйіне қайтты. Қақпа алдында апасының тұрғанын көріп көңіл күйі бірден өзгерді. Апасын көрсе жүрегі дүрсілдеп қорқа беретін бейшара қыз қазірде бірдеңенің болғанын айтпай түсінген сияқты. Апасының сұсты жанары өңменнен өтіп барады. Аяғын асыға басып жанына келді. Сен бейшараға қала не теңің? Оттамай үйде боласың, осында оқисың. Үйдің тірлігін мен істеймін бе? Ағам, оған өзіме қайтамын. Жетімекте құтырайын дедіңдер ме? Берген адал асымды енді менсінбей қалдыңдар ма? Өз білермен болып қалыпсыңдар. Көрсетемін сендерге, кір үйге деді жұлқып.
Көшеде бұларға күле қарап тұрған ауылдың атақты сумаңдаған өсекшісі, бұлардың қарама-қарсы беттегі өсекшісі Балзи айтқан өсегі жеміс бергендей қуанышы ойына сыймай айызы қанып тұр. Бағана қызының оқу үлгерімі жайлы жылын қорытынды ата-аналар жиналысына қатысып келе жатқанда Назираның ұстазымен әңгімесін естіп, апасынан сүйінші сұрауға асығып жеткен беті осы екен. Аузына жұқпай бірін қалдырмай айтып шыққаны сол-ақ еді, екі беті көгеріп сынып апасы қақпа алдында Назиді күтіп алған болатын. 10 бөлім. Мейлі, айтса айта берсін, бәрібір ағам алып кетеді, ұрмаса болды деп ойлап келе жатқан Назидің жон арқасынан шыбықтың тигенін байқаған, ол шар ете қалды. Әбден таяққа еті үйренген бейшара қыз есікті ашып үйге кірді. Табалдырық аттай бере балтырын тағы да осып өтті. Бұл жолы да үндеген жоқ. Көзінен ыстық жас үйірілгенімен, баяғыдай апатайлап кешірім сұрап жалынып жылаған жоқ. Тіпті бұрылмады да. Бөлмесіне киімін ауыстыруға бара жатты. Ендігі шыбық басына сарт еткенде оқыс тиген шыбық ұзын болып, маңдай алдына дейін келді де, дәл көзінің жанын тағы да осып өтті. Көзін басып отырып қалған қызды көріп енді ғана айызы қанған апасы рахаттана күлді. Бейшара жетімек, өзінше дес бермей келе жатыр едің, осы ма керегі? Алдың сыбағаңды. Осы кезде орнынан атып тұрған Назира қанталаған көзімен бұрылып апасына қарады. Жеп жіберердей болған көзі растың астарында ашу, ыза, кек, жек көру жатыр еді. Тағы да ұрғалы жатқан апасының қолындағы шыбығы еденге тырс етіп түсті. Мына көз қарастан, тістенген үнсіздіктен аяқ тартты ма, әлде даладан біреудің келе жатқанын? Апасы сескеніп қалды да. Түк болмағандай дауыс ырғағын өзгертіп, Нази, шай қойшы, басым сынып барады деді. Назира киімін ауыстырып жатып айнаға қарап, ашыған денесінен шыбық іздерін байқады. Көзінің жанымен қақ маңдайы қанталап сынып тұр. Айнаға қарап үнсіз біраз тұрды. Осыдан ағам келіп алып кетсінші, бұл үйге мүлде аттап баспаймын деді өз-өзіне. Осы оқиғадан соң Нази сыртқа мүлде шықпады. Бетінің ісігі қайтқанша көршілерге көрінуге ұялды. Дегенмен көршілерден жасырғанымен ағасынан жасыра алмады. 3-4 күннен соң ағасы келіп тұр. Көрді, білді, сезді. Тіпті кім ұрды деп те сұрамады. Ішінен бәрі бітті деп қарындасын құшақтап мауқын басты. Келген күні ақ кешкі тамақ үстінде қарындасын алып кететінін айтты. Үй іші тым-тырыс. Тыныштықты сол үйдің шолжаң қызы бұзды. Немене, әлі мен көрмеген қаланы менен бұрын Назира көреді ме? Деп баж ете қалды. Жалғасы бар.